келе ғой, мен саған ертегі оқып берейін. Мысық пен күшік ертегісі. Бір күні қарны ашқан күшік тауда қаңғырып жүрсе, қасқыр жүгіріп келіпті. Ей күшік, мен сені жеймін депті. Қой, көкешім, қой, әуелі мені тойғыз. Саған қызықты болды ма, құлыным? Иә. Апа маған ертек айтты. Жарайды қызым. Бүгінгі оқитын ертегіміз достық туралы екен, да, Раяна? Иә. Бұрын өткен заманда бір жігіт аңға шығыпты. Құс салып жүреді екен. Bir күні биік бір тасқа келіп отырған көк құсты көреді. Құстың қасына жақындап барса, бұл құстың 15 күн бақ. Сонан соң қалаған жағына ұшып жібере берді. Батырхан, біз қазір қазақ ертегілерін оқимыз. Қай ертегін оқып берейін мен саған? Патша мен бүркіт. Патша мен бүркіт, жақсы. Патшаның кім екенін білесің бе сен? Иә. Енді бастап оқиын. Бұрынғы заманда аң аулауды әдет қылған бір патша болыпты. Күндердің бір күнінде аң аулап жүрсе, ағаштың басында бір бүркіт отыр екен. Көрдің бе, бүркіт отыр екен. Бұл сөйлей алатын бүркіт. Патша оны көріп атайын деп ыңғайланғанда бүркіт. Встречаешь кого-то, говори здравствуйте. А еще можно сказать доброе утро, добрый день и добрый вечер. Ровеснику можно сказать Привет. если просишь о чем-то, не забывай про слово какое? Когда просишь о чем-то. Пожалуйста. Пожалуйста. И помни, когда благодаришь, про слово спасибо. Когда нужно извиниться, мы говорим слова простите, извините, да? Угу. А спокойной ночи. Когда мы ложимся спать. Будь здоров. Когда кто-то из вас чихает. Молодец.